Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Денсаулықтарыңыз қалай? Мал жаны аман есен бе? Бүгін 15 июнь. Жатыңдар. Далаға келдім. Бүгінгі видеоны бұйырса ара мәселесіне тоқтайын деп тұрмын. Ара туралы түсірейін деп тұрмын. Сіздер білесіздер, алдыңғы видеоны қарасаңыздар, осы көктемде бірінші рет ара ұстайын деп шешіп ара кегім. Сол араның енді міне бірінші балын алатын кез келді. Біраз кештеу болып кетті енді. Оған міне балдыны ұясынан алатын медогонка дейміз ғой. Осы бәле енді жоқ екен негізі. Бар енді жоқ емес. Бірақ енді бағасы деген керемет екен. Міне мынау 2 рамкалық. Мынау енді бәлінбай 100 жыл болған медогонка. Осының өзін кеше барып 50 мың теңгеге сатып алып келдім. Бұл және таба алмай бұл аяғасынан шығып қап, сол 50 мың теңгеге тауып, бұдан дары ары қарай жоғары кете береді. Осындай ескісі 150 мыңнан жоғары ғой. Жаңасын аласам, жаңасы 270 солай кете береді. 270-тен жоғары жаңасы. Содан міне мынаны тауып алып кеп. Бұйырса қазір осыдан бірінші рет бүгінгі күн бал алайын деп тұрмын. Балымыз осы қыстаққа келдім. Қазір міне салынып жатқан жазда тамақ шай ішетін орын бітпеген әлі. Осының ішіне кіргізіп алып, ана жақтан араларды көрсетіп, қанша бал жинағанын, соларды балды алып көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір мен мыналарды түсіріп орналастырып алайын. Орналастырып, ары қарай ұяның қасына барып алайын. Соны сіздермен бірге түсіріп көрсетіп отырамын енді. Табиғат керемет енді. Бізде сіздерде қалай? Бізде жаңбыр болмай, кішкене құрғақ барастырады. Аллаға мыңда бір шүкір, түнде міне әдемілеп тұрып, бір Алланың нұры дейміз ғой енді. Әдемілеп тұрып, жауын жауып кетті енді. Күн деген тамаша міне. Торғайлардың дауысын естісіздерге естіліп тұрса, жел жоқ, күшті енді. Жаңбыр жауса бәріміз мәжбүр жатырмыз. Енді бұйырса шөп шабу басталады. Енді сол шөп шапқанға дайындық жүріп жатыр, онда түсіретін болам. Бүгін енді араны көрейік. Сол бізбен бірге болыңыздар. Қазір түсіріп алайын. Міне достар, келдік. Араларым. Мен биыл бірінші рет ұстап жатырмын. Аралар қазір менде 10 ұя тұр. Аралар бұрқырат жұмыс істеп жатыр. Көрсетейін. Міне, әне аяғында қазір қонат міне. Әне қонда аяғында бірдеңкесі бар. Пыльца дейміз ғой, шанды. Осылардан қазір бал бар, балдарын алып көрейік. Алла қаласа. Не береді екен, не бұйырады екен көреміз. Тасып жатыр, мен енді керек нелерім шығарып алайын. Керек алып келген құралдарым бар. Құралдарым шығарып алайын. Міне шөткісі, міне несі, ыдыстарым бар. Үстіне қояйын. Мынау бар. Перчаткам бар. Мынау мен түтіндететін дымарым. Мынаны өздеріңіз білесіздер. Мынаны Қытай сайттан заказ бергем. Мынау үлкен болу керек. Үлкен екен деп заказ берсем, келгеннен қарасам бітті, ғана кішкентай бір түтіндететін беріп жүрді. Мынау бір видео көріп ем, ойыншық кастрөл алып жатқан әйелдер. Сол сияқты болды мынау. Бірақ енді жұмыс істеп жүр. Менің мынау 10 ұяма жарап тұр. Біраз болды осымен жұмыс істеп жүргеніме. Қазір енді осылар дайындалып алайын, киініп алайын. Мынаны жағып түтіндетіп алайын. Соны Алла қаласа бастаймыз енді, қарап. Бұйырса. Сол бізбен, мен енді жалғызбын. Мынаны бір жағы бір қолымен түсіріп, бір қолымен түсіндіріп жеткізуге тырысамын енді. Қазір киініп алайын.
сонам табиғат деген міне бұлайынан керемет болып тұр ғой. Күн деген жап-жасыл. Мына жақтарда қазір көрсетейін. Аттарымыз тұр. Салды жүр. Су. Алдарына су әкеп қойғам. Бұлар ара деген су ішкенін жақсы көреді. Бірақ ішіп жүрген суды көрмейді араны. Бірақ кеше жаңбыр жауды ғой. Содан кейін шығар енді. Бірақ енді осыдан кейін мына бүгін балдарын алсам, үстеріне екінші корпустарын қоям. Екінші корпустарымен жаздық бал жинау маусымына дайындала бастаймын. Мынау қазір біздікі көктемгі бал. Майский мед дейміз ғой біз. Жаңа тағы қайталайтын, біраз кештеу қалып қойдым. Және медогонкасын таба алмай, енді керек жабдық құралдарын. Сол. Қазір енді бастайық енді бұйырса. Міне бұйырса. Түтінді төтіміз жақтық. Бәрі дайын. Мынау мен жаңадан қойған ұям. Қазір біреуінен ашып бастап көреміз. Бұйырса. Келдік. Bismillahirrahmanirrahim. Mane ara деген осында болады. Bir қолмен түсіріп, бір қолмен жұмыс деген кішкене қиындау енді. Я бисмилля. Міне. Ара деген осы болады. Біраз түтін беріп қояйық. Түтін берсек біздің мазамызды алмайды. Бірақ күн жылы мазан бұлға алады деп ойламаймын. Не бар, не жоғын көрейік ағай. Не бар, не жоғын көрейік. Бұны енді жұмыртқа бар ма? Соның бәрін тексеріп аламыз осы жерде. Бал бар ма? Жұмыртқа бар ма? Жалпы не істеп жатқандарын тексереміз қазір. Так, мен енді бір қолмен жуа алмаймын. Қазір жұлып алайын, қайтадан жалғастырамыз. Міне достар, бал деген осылай болады. Полностью жауып тастаған қақпақтарын запечатанный дейміз ғой. Міне мынау толған бал. Мынау бірінші рамкасы. Өздерін рамкаға мына жағда. Мына жағы бір ара. Арадан кейін бал. Қазір осыларды. Міне аяқтарында міне пульсада тасып жүр. Мен енді айтып тұрмын ғой, мен де енді үйреніп, биыл бірінші рет үйреніп жатқан адаммын. Бұрын біраз үйренген, барып көріп, оқып. Енді биыл соны білгенімді істеп жатырмын. Осы қазір көреміз, тағы да ары қарай. Мына жақта мынаны былай қарай қоя тұрайын. Қазір мынаны былай қоя тұрайын. Мына жақта немене жинағандан көрейін. Осы барын аламыз қазір. Міне ішінде ұрғашылары мамасы жоқ бекен қарап қойық. Бер жағында көрінбейді. Мынау міне ағайын. Мынау міне расплод дейміз. Жұмыртқалар көріне ме, сіздер көрінбей ме? Мынау міне жұмыртқалары уже кейбіреулер беті жабық, ол шығады деген сөз. Кейбіреулері әлі беті ашық. Бұл дегеніміз мамалары жұмыртқа салып жұмыс істеп жатыр деген сөз. Жақсы. Чет-четтері бал. Балдан кейін ортасында міне рас болады. Енді бұның ұрашыны
малға толтырған орын керек болған жұмыртқа салатын. Сондықтан босату керек бұны тез-тез. Соны да шағып барады. Мыналарды бөліп мен мынаның ішінде қазір өзі биылғы шыққан, жаңадан шыққан ұрғашысы. Жаңадан шыққан жұмыртқа сала ма, салмай ма деп жүрген. Жоқ, мұнда бір шүкір жұмыртқа салып жатыр. Кейбіреулер салмай қалады екен. Салып жатыр мен, жұмыртқалар шығып жатыр. Жарайды, қазір ары қарай көреміз. Мен бір қолмен сүріп тұрмын, бір қолмен сіздерге көрсетуге тырысып тұрмын. Міне достар, мынаны ұядан 4-5 рамка бал алдым. Қазір бар сол балдан жерден ағызып алып отырсам. Күн жылы ара түгелдей жұмыс істеп жатыр. Аяқтарында инсалары бар. Бал тасып жатыр енді ақыры өздеріне. Әлі бал беретін уақыт емес. Осы дегенмен де мынандай жаба тұрайын. Қазір біраздан кейін аналардың балын алып алғаннан кейін қайтадан орындарына салып қояма. Қақпағын жауып, қазір барып келейін. Достар, міне мынау біздің жазға салынып жатқан жазда шай ішетін жеріміз әлі біткен жоқ. Міне сылақтар жылып жатыр. Міне осының ішіне әкеп алдық. Міне бұйырса ең бірінші 2025 рамкаларымыз салынды. Айландыр. Бұйырса бірінші балға кетті. Айландыр қатты. Кетті. Міне достар, мынаны елкісімен есту ашамыз. Содан мынаның ішіне салып, 2 рамкалық біреуін салып қойдым. Қазір екіншісін салатын ол. Мынау мынандай бос боп шығады. Міне достар, мен мыналарын қазір балдарын алып алдым. Қазір бос рамкаларына кеп қоям. Мынау основной 5 ұя осы болатын. Анау ар жағында бөліп шығарған отводкаларымыз. Қазір босын қоямыз. Енді менікі бірдеңкесі дұрыс болмауы мүмкін, айып етпеңіздер. Мен де бірінші рет салып жатқан жайым бар. Бірінші рет бал алып жатырмын. Енді көш жүре түзеледі дейді. Ақырын үйренетін боламыз. Бірақ енді жаман емес қазір. Қазір әлі қарайтындары бар. Ары қарай қарағаннан кейін сіздерге көрсетемін. Мынау бір қолмен сүріп, бір қолмен не қылып тұрған ыңғайсыздау болып тұр. Содан кейін бір өшіріп, бір қосып сүріп тұрған бетін ойын. Мен мыналарды орнына салып жатырмын. Жамандарын алып сап, орнына басқасын салып жатырмын. Кейбіреулер ескі уже. Алардың көбі қарай кеткен, көбі ескі. Енді мен осылайынан алдым. Енді бұйырса бұларды ващинасын салып, рамкаларын бәрін жаңартып отырсамыз енді. Қазір бұлардың күші аз. Неге десеңіздер, бұлар бөлінген екке. Қазір күші аз, ара аз. Бұлар енді бір айда осы 12 рамканың толықтай ішінде мекендеп отыратын болады. От сол үлкен күшті семьядай болады. Қазір мынау бөлінген, осыдан бұлар қазір балға емес, бұлар тек қана өздерін көбейтуге ғана жұмыс істеп жатыр ғой. Бұлар бөлінгеннен бері мыналардың бәрінде ұрғашысын жаңадан шыққан. Содан бұлар енді жаңағы жұмыртқасын салып бастады. Енді көбеюге тырысады. Қазір бұлар енді өздеріне қорегіне тасып жатыр. Жаңа кішкене мағанда. Бұл сатуға емес, жеуге де бала-шағаға, жеуге, туған туыстарға, ақырында сол жегенге ғана шығады. Бұл келесі жылы, егерде майский мёттан алам десеңіздер, осындай үлкен семьяны майский мётқа қоюға болады. Бұны бөлмесек,
бұл өздері бөлініп шығып кетеді. Өздері бөлініп шығып кеткені ол басқа жаққа қаңғып кетеді. Одан да соны бөліп қалай отырғызып тастау керек. Анау міне бөлінгендер. Қазір олар да уже көбейіп алған. Қазір оның ішінде де көрсететін боламын. Мыналарды қазір түгендеп бетін жауып алайын. Сол бізбен бірге болыңыздар. Алар бұрқыратып міне бірдеңе тасып жүр. Күн тамаша, жел жоқ. Қазір аналарды түгендеп алайын. Соны аналарды ашып көрсететін боламын қазір. Міне достар, мынау бөлінген араны аштым. Бұда бал жоқ, бұлар көбеюге жұмыс істеп жатыр. Көбейгенде сіздерге көрсетейін. Бісмілләс. Міне мынау көріне ме, сіздерге көріне ме? Қойып алайын. Мынау міне расплод полный жабылған. Скоро мынадан ара шығады. Мына ара мұнан бәрі шықса 2 есе, 3 есе көбейеді. Дәғынан қоя тұрайын, келесісін жұлып алайын. Ол мен ыңғайсызда ғой. Міне мыналар тайқана көбеюге жұмыс істеп жатыр. Аналарда мұнда бұрынғы мамалары отыр мұнда. Содан кейін жұмыртқасын көп салып жатыр. Аналар міне, аналарды мамалар жаңадан шыққан биылғы бір ай ғана болған. Олар жұмыртқаны енді сала бастады. Олар бұрыннан салып келеді. Мынау балық сапты. Міне келесісінде тағы да расплод. Бұның көбеюі төй жаман емес секілді. Міне мынау да расплод бәрі. Кейбіреулері шығып кеткен, кейбіреулері енді шығайын. Мына жағда сондай. Мынау ұяның даму қарқыны жаман емес. Жақсы дамып жатыр. Аналар енді келе жатыр, бірақ қуып жетемеді, қуып жететін шығар деп ойлап тұрмын. Жақсы, мыналардың енді үстіне екінші корпус салуға болады енді. Қазір аналарды да қарап шығам. Бәрі осындай бірдігелік енді, сіздер іштеріңіз бұзбасын. Қазір осыдан кейін бал аламыз. Биылғы балды бірге көріп, бірге дәмін татып көрейік. Қазыналарды реттеп үшін қарап шығайын. Бұнан бал алмаймын, бұнан тек қана қарап шығам болды. Қазір бізбен бірге болыңыздар. Міне достар, бұйырса қалай деп айтсам, бағанан бері тосқан неміз мынадан қазір ағызып көреміз қазір. Биылғы 25 жыл 15 июнь кеште болып кетті, но сонда да көрейік деп тұрмыз. Қалай болатын. Әлік, қолуан сүйіп тастайшы мынаны. Үйдегі сүзгін алып кел, сүзіп осы жерін алып көрейік деп тұрмыз. Қасымда серігім бар, Әділ деген ағамыз. Бірінші дәмін татып осы кісіге бұйырып тұрды. Өзіміздің балдың. Настыр? Жоқ, пайдат. Мен ашам қазір. Соны Қазақстан бойы жүрмін ба? Қайда жүрмін? Қай жаққа қайдай? Неге? Бісмілләс. Бисмиллах деп бір кісілер сияқтылы. Сүзгісіз алып есене болды. Ақындат қой. Ана ішінде неше түр не? Ара, андай, мұндай неше түр кетеді. Міне кетті енді. Мұны қанша шығадың қазір көреміз. Балдың қойылығын көріп тұрсыздар. Бал қою. Кейбіреулер сұйық болады дейді. Біздікі қою болып тұр. Сіздерге білмеймін, бізде бірінші рет. Бізде өте қуанышты күн болып тұр. Даже менде ғана емес, осы біздің өңірде осындай бал.
Местный бал дейікші. Местный бал осындай болып тұр. Bir kız kıza bismillah dep қазір. Ой, баны қайырлады ғой мен. Қою екен мынау ғой. Е? Әділ қалай? Күшті екен. Күшті ме екен? Көрдім. Жақсы қолға бір, аямай. Ағып жатыр ма? Сөйткенде сен ұстап кірдім. Дәмді ме екен? Енді қазір қанша бал шығатынын көреміз енді. Мына қою екен. Даже мына темір сеткімен кеңдеу ме десем, осыдан өзінен зорға ағып тұр ғой. Кеуілген сұйық болады, оны тіпті қою екен. Ішінде қанша бар? Негізінде көктемгі балды, бағана тағы да айттым ғой, көктемгі балды көбі мен сияқты жаңадан бастаған адамдар көктемгі балдан үміт күтпейді енді. Негізінде ол ара екіге бөлінді ғой. Основной взятка дейді, основной осы жазғыға дайындалады. Көктемгіні пропускать етеді. Өткізіп жібереді қазақша айтқанда. Бізде кішкене көктемгіге айтқан, өздеріңе кішкене жинап береді деп. Сонысы дәл келіп тұр, міне жиналып тұр. Мынаны қарасаңызшы, міне. Сұйық та емес. Қою міне. Таза бал. Мынау табиғи тау балы. Горный дейміз ғой. Біз өз таулы мекенде тұрамыз. Құттықтап қойыңыздар ағайын. Бірінші бал. Мен үшін қуанышты күн. Келе жатыр 5 литр. Қазір сіздерге айтамын неше литр шыққанын. Көктемгі балдан, майский балдан. Майский бал. Қазір ағызып алайық, қазір көреміз. Міне бір 5 литр кетті. Енді қалған балымыз өте қою болып тұр. Мен бір көрген кезде балымыз арадан шыққанда ыстық болады, сұйық болады деп еді. Андай-мындай деп бір көргенде. Енді ол интернеттен қарағанда. Ешқандай да сұйық та емес біздікі, қою да емес. Наоборот, қою болып тұр. Мынаны қараңыздаршы, қалай түсіп жатыр міне. Көп қою. Астынан міне мынандай сеткіден әрең ағып тұр ғой. Мынаны ағып. Бәрін ашайын десем, қазірден асып төгіліп кететін болып тұр. Қою болып тұр. Балдың түсі міне. Ішіндегі әлі көпіршіктері де астынан шыға алмай тұр. Қоюлықтарын осыдан білуге болады. Көпіршік әлі астынан көтерілген жоқ. Қою бал болып тұр. Өте қою. Міне достар, 4 ұядан шыққан бал. Мұнау міне 15-20 литрдан артықтау бар ма деп ойлаймын, 20 литр нақтылап. Қазір үйге барғаннан кейін тағы да өлшеп көрем. Мынау 4 ұя болғанда полноценный семья емес, олар бөлінген. Не полноценный семьядан 4 ұядан осында 20 литр бал шықты. Примерно. Қазір бетін жабам. Мұнаны алып кетем, жуып шайып. Қазір үйге барып өлшеймін, содан кейін көреміз. Міне достар, бұйырса үйге келдік. Міне шыққан балымыз осылай. Қазір өлшеймін. 20 килограммдай болу керек. Сол мынау енді толық қанды толық ұядан емес, мынау екіге бөлінген. Бір ұяда болса сол жартысы ұяның жарты арасы бар ұядан шыққан, 4 ұядан шыққан бал осы болып тұр. Ол үйті сол 4 ұяның тең жарты арасы жоқ, екінші болып бөлініп кеткен. Қазақша айтқанда үйір қып бөліп тағамыз. Сонда бөлінген жас үйірден шыққан
4 ұядан шыққан ара. Сол. Видеосы ұнаса тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Комментарий жазып қойыңыздар. Енді қатты сөге жамандамаңыздар. Бізде бірінші рет, бірінші балымыз, құттықтап қойсаңыздар да болады. Бірінші бал. Енді тағы қарай жалғастыра берем. Енді видео дұрыс түспесе айып етпеңіздер. Енді бір қолмен сүріп, бір қолмен алу кішкене анже қиындау екенді. Оған арлы-берлі айландырып қарау керек деген секілді. Сондай нәрселері бар. Мынау воск. Бұл да осылай жинай береді екен. Бұны да балқытып қайтадан жасауға болады. Сол. Енді қолдан келгенше түсірдік енді. Мұнан бәрін енді мен тамақ қып бәрін өзім жалғыз тауыса алмаймын. Қазір туған-туысқандарға үлестіремін. Ағайын туысқа. Енді қолдан келіп жатса сатып та көремін енді. Әр нәрсенің өзінің саудасы бар енді. Сатамыз. Сол. Келесі видеоға дейін кездескенше ағайын, сау болыңыздар. Лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар.